Қысқы спорт мерзімінің қорытындысымен өз жетістіктері туралы оқушылармен кездесуде шаңғышылар, биатлоншылар және сноубордшылар айтты. Оқушылармен кездесуге Қазақстанның қысқы спорт түрлерінен неше мәрте чемпиондар келді. Олар Ильяс Хасенов, биатлоннан әлем чемпионатына қатысушы, Исабек Ильяс, шаңғы жарысынан әлем чемпионатына қатысушы, Италиядағы физ-старттардың чемпионы, Султан Базарбеков, шаңғы жарысынан әлем чемпионатына қатысушы, Италиядағы физ-старттардың жүлдегері, Дастан Калибеков, шаңғы жүгірісінен әлем чемпионатына қатысушы, тау шаңғышысы Яна Мелинг, Орталық Азия 2023 кубогының иегері, Алексей Кулаков, шаңғы жүгірісінен Қазақстанның неше мәрте чемпионы, Богдан Зяблов, сноубордтан жалпы ресейлік жарыстардың жеңімпазы, Дмитрий Печенин, сноубордшы, Қазақстанның неше мәрте чемпионы. Ученики школ города. Мектеп оқушылары сіздерге мақтанышпен қарап отыр. Осы көрсеткіштерге қол жеткізуге болатынына көздері жетті. Біздің қаламызды және республикамызды танымал етіп жүргендеріңіз үшін рахмет. Бір үстел басында Қазақстанның неше мәрте жүлдегерлерімен және әлем чемпиондарымен оқушылар отырды. Олар спортшыларға спорт мансабының басталуы туралы, жаттығу процестері туралы, күн тәртібімен тамақтану туралы, жеңістіктері мен жетістіктері туралы, жақын арадағы мерзімге және келешекке деген жоспарлары туралы ондаған сұрақтарын қойды. Вопрос Хасенову Ильясу. Какова ваша главная профессиональная цель? Профессиональная цель такая же. Менің басты кәсіби мақсатым ол жеңіс тұғырынан көтерілу және қазақстандық туды әлемдік жарыстарда үнемі жоғары көтеру. Өткен қысқы мерзімнің спорт жетістіктері туралы республикалық чемпионаттарда, Азия чемпионатында және тау шаңғысы спортынан, сноубордтан, шаңғы жүгірісінен және биатлоннан халықаралық жарыстарында жоғары нәтижелерге жеткен спортшылар айтып берді. Олар Қазақстанды ел сыртына танымал етуде. Әрі тіпті шет елдік жанкүйерлер біздікілерді қолдайды. Приятная часть была в Гриссоне, Швейцарии. Маған ең ұнамды тұсы ол шет елдіктердің бізге деген көрсететін қолдау сөздері. Қаншама шаршап, демің таусылып тұрса да, олардың өз тілдерінде айтқан жылы сөздерін естіп, қайта күш-қуат жинайсың, әрі қарай кетесің. Кездесу соңында шаңғышылар, биатлоншылар және сноубордшылар оқушыларды осы қысқы спорт түрлеріне назар аударуға кеңес берді. Өйткені олармен шұғылдануға кеш емес.